Депутаттар анау жақтағы құрылтайдың жылы да жайлы креслосына таласып жатыр. Әр қайсысы қолдарынан келгенше, әлінің жеткенінше барын салып, халыққа неше түрлі уәдені үйіп төгіп жатыр. Оны өздеріңіз де білесіздер. Енді осы қызу пікірталастың кезінде Республика партиясының өкілінің абайды абай қылған Құнанбайдың малы деген сөз көпшіліктің жаңағы ашу-ызасына тиіп жатыр, кейбіреулерінің тарапынан қолдау тауып жатыр. Енді бұған бағаны беретін абай танушылар болар. Бірақ менің айтқым келетіні, неге партиялар тек сайлау кезінде ғана тіріледі Қазақстанда? Мен соны түсінбеймін. Неге тек сайлау жақындаған кезде ғана бұлар қимылдап, бір ұйқыдан тұрған аюлар сияқты жан-жағына қарап, неше түрлі уәдені үйіп төгіп, әйтеуір ана жақта креслоға жайғасып алғанша барын салады. Қалай креслоға жайғасады? Кейбір адамдарды білесіздер, сұраққа қалай жауап беретінін, журналистерден қалай қашатынын, елдің мәселесін сұрасаң қалай жауап беретінін. Бірақ ол жаққа кімнің дауыс беру арқылы барғанын өзі түсіне ме екен? Негізінде, мысалы, дамыған Америка, Европа елдерінде сайлаушылардың дауысын алғаннан кейін әлгі депутат мемлекеттік мәселелермен айналысып жүрген адам, ол сол жердегі халықтың талап тілегін орындауға міндетті, яғни солардың қызметшісі, былайша айтқанда. Бастық емес. Біздегілер просто бастық пен қызметшінің орнын шатастырып алады. Негізінде депутат болсын, министр, әкім болсын, олар билікте отырғанмен, олардың түп негізі халықтың қызметшілері. Солай ғой. Өйткені біздің конституциямыздың өзінде білесіздер, биліктің қайнар көзі халық екендігі белгілі. Ал қазіргі кезде біз жаңарып жатырмыз, өзгеріп жатырмыз дейміз. Негізінде, мына мысалы Республика партиясын алып қарайтын болсақ, мен бұның бұрыннан да айтып келе жатырмын. Құрылуының өзі, эмблемасына дейін, ол адамдардың құрамы кім екені, оны білесіздер, атын атап түсін түстемей ақ қояйын. Республика дейтін партия қазір бір хит болып жатқан, жаңағы қатарына әнші, рэперлерді тартып, жаңағы айтады ғой, халыққа танымал болу үшін жаңағы білгенін істеп жатыр, енді қолдарынан келгенін істеп жатыр. Енді қалай болғанда да бұл партияның құрылуына, қалай жаңа министрліктен тіркеуден өтіп кеткеніне менің үлкен таңданысым бар. Күмәнді, өте күмәнді. Енді өздері қалай тігісін жатқызып сөйлегенмен бұны Ертісбаевқа жауап беріп жатыр ғой. Білесіздер, Ертісбаевқа жауап беріп жатыр. Жаңа Республика партиясының өкілінің видеосы шықты. Енді тігісін жатқызып әдемі сөйлегенмен, шындап келген кезде олардың тіркелуінің өзі үлкен күмәнмен қарайды. Мен жалпы кез келген партияға жаңа мүше болмағаннан кейін ол партияларды қалай құрылғанын, мысалы Нұр Отан, Отан, Асар, жаңа қалай бұрынғы коммунистер, сосын тағындай партиялар бар, Қазақстан халық партиясы, яғни. Сосын тағындай партиялар бар, көп қой, ауыл. Енді бағдарламаларын көріп күлкім келеді, былайша айтқан кезде. Енді олардың бағдарламаларын, жаңағы дебаттарын көрсеңіз, енді бірақ қазақта да мынадай сөз де бар, көш жүре келе түзеледі деген. Үйтіп 30 жыл бойы теледебаттың не екенін түсінбей келген халық үшін енді біздің дебаттардың енді ғана тайтайлай бастаған саяси диалог алаңының ең болмаса ашылғанына да бір жетістік деп қарастыратын болсақ, онда әйтеуір бір келесі сайлауда бір шамалы мен бір дұрыс дебат көреміз ба деген үміт бар енді. Себебі 30 жыл бойы Назарбаевтың өзі сайлауға қатысып, адамның ақыл-ойына сыймайтын дауыспен жеңіске жететін сайлаулардың, былайша айтқанда күлкіңді келтіретін сайлаулардың болғанын білесіздер. Назарбаев кеткенде жылаған адамды көрдіңіздер. Тоқаев билікте жүрген кезде қалай сөйлегенін көрдіңіздер ол адамдардың. Енді айта берейін десең, жаңағы марқұм Сұлтанов, Құдайберген Сұлтанов ағамыз ба? Мына жақтағылардың бәрі әртіс. Оның ішінде диплом бар, менің ғана дипломым бар деген сияқты сөзге келеді ғой енді, былайша айтқанда әңгіменің. Енді бір ойлайын десем, мына партия ерекше, жаңағы әділет партиясы ерекше, мына ауыл партиясы ерекше дейсіз, бәрінің бір бағдарламалары енді бір ішіңді пыстыратын,
сол даму керек, бүйту керек, сөйту керек, бүйту керек. Жаңағы жамандық жасама, жақсылық жаса деген сияқты жалпылама. Міне конкретно, міне нақты мынаны істесе Қазақстан мынадай болады. Біз соны істейміз. Ертең ол партиялар ертең құрылтайға барып алғаннан кейін де бұрынғы осының алдындағы тараған парламент сияқты, яғни біз енді құрылтай деп атаймыз ғой, депутаттар сияқты ана жаққа барып креслоға жайғасып әп бәрекелді деп отырып алғаннан кейін олар менің ойымша сол баяғы әніне басатын сияқты меніңше. Өйткені аманаттан кеткен депутаттардың әділетке қалай кетіп жатқанын көріп отқан шығарсыздар. Енді керемет сөз бар ғой, қосылғыштардың орны ауысқанымен қосынды өзгермейді деп. Партбилетін қалтасына салып алған, жайлап кеңестер одағы ыдыраған кезде партбилеттерін былай қойып шапанын ауыстырып кигендердің билікке барғанын көрдіңіздер Назарбаевтың тұсында. Енді аманаттың шашбауын көтеріп жүргендердің жайлап депутаттық төсбелгісін былай қойып әділетке қалай не істеп жатқанын көріп отырсыздар. Енді қалай дегенмен де енді бір үлкен бір қойылым дейміз ба, енді іш пыстырады шындап келген кезде. Өте бір жасандылықтың иісі қатты шығады. Шынайылықтың емес, жасандылықтың иісі қатты шығады. Мүмкін талантты емес олар, шебер ойнап білмейді шығар, может, кім білсін. Қалай дегенмен де құрылтайға барғаннан кейін ең маңыздысы ертең өзінің алдындағысы деп айтайын десең, біршама депутаттар енді қайтадан сол жерге барайын деп тұр ғой. Енді бір новый адамдар керек, жап-жаңа, біз білмейтін ғылыммен, біліммен, экономист, заңгер, қаржыгер, финансист, кәдімгідей бір болады ғой, бір жаңағы әнші нелердің емес, кәдімгідей мықты ел танымаған, бұрын білмеген, міне мынадай адамымыз бар екен ғой деп халықтың, қарапайым халықтың ортасына жүрген адамдар барып жатса енді деп айтар едік қой. енді ондай болмай жатыр ғой. енді ол сол адамдар барайын деп жатса енді мына адам қайттан басқаша сөйлейді деп қалай айтуға болады, білмеймін. енді түсіне алмадым мен просто. Қалай ойлайсыздар жалпы құрылтайға құрылтай бір ерекшеленеді деп ойлайсыздар ма парламенттен? Атын әдемі қылып қойдық қой енді, құрылтай ата бабамыздан қалған сөз деп. Керемет иә, ол өзгеріс. Мәселе атауда емес, сапасында болайын деп тұр ғой мәселе. Оған кімдер барады, кімдер отырады? Мына миллиондаған халық үшін заң шығаратын орган ғой бұл деген, ойнайтын нәрсе емес. Миллиондаған халық үшін заң шығаратын орын ол. Ән айтып би билейтін жер емес. Қандай адам барады, кімдер барады? Олар сол баяғы депутаттардың істеген тірлігін қайталай ма екен? Үкіметке айтқанын істете алмай отыра ма екен? Қалай ойлайсыздар?